Көрсетсеңші. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Бисмилlah. Дұрыс па? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар. Біз өзіміздің өткен кездесуімізді жалғастырсақ деген ниетпенен реттеп жатырмын. Естеріңізде болса, біз өткенде біраз адам менен Алланың арасындағы байланысты күтіп өткенбіз. Өз басым көп айтам ғой, білесіздер. Адам бұл өмірде үш түрлі үлкен байланыс болады. Сол үш байланысын реттесе, соны бір жүйеге, үйлесімділікке қойса, бір өмірінің мәнін немесе дәмін сезеді. Сол ең бірінші үлкен мұсылман адамға үлкен нәрсе, ол адам менен Алланың арасындағы байланыс. Оны түзетпей, бұл өміріңізде, арғы дүниеңізде түзелмейді. Қанша бұл дүниеден бай болып өткендер бар, қанша бұл дүниеден басқа да жағдайлармен өткендер бар, әйтсе де өзіменен Алланың арасына байланысını таппағаннан кейін сол арманын армандап кеткендер көп. Құранда да бұл мағынада келген уақиғалар, аяттар бар. Солардың көп халыққа мысалдары, нелерін келтіріп жатармыз. Бірақ мен алып келіп жатқан кіріспем, енді өте уақыттың тарлығынан мен енді негізгі мәселелерді айтып кетейін. Біріншіден, біз өткенде адамды Алла тағала екеуінің арасына байланысты өттік. Бұл туралы әлі де жеке үлкен сабақтар өтіледі. Бірақ біз сол сабаққа кіріспе ретінде түрткі болып кетті. Біріншіден, пенде өзінің Раббысының алдында перде тұрып қалмас үшін, яғни сіздің дұғаңыз қабыл болу үшін, сіздің байланысыңыз Алламенен дұрыс болу үшін, үлкен 4 нүктеден сіз 4 нүктені шарт болу керек, перде жабылмас үшін. Естеріңізде болса, ол бірінші нүкте мал дүние. Яғни мал дүние сіздің жүрегіңізге кірмеу керек. Қолыңызда болсын, мал іздеңіз, дүние іздеңіз, бірақ қолыңызда болсын, құнықпаңыз. Екінші нәрсе абырой мансап. Абырой мансап та сондай, адамды мас қылады, адамды алдайды. Осыған мас болып кететіндер бар. Кішкентай бір жерге имам бола салып, бір кішкентай бір жерге бастық бола салып, қолтығына папка қысып, бір жаңағы креслоға отыра салып, көке болып қалатын, адам танымай қалатын адамдар бар. Құдай содан сақтасын. Бұл ауру, өте ауру адам бұл. Бұл өзін де құртады, өзгені де құртады. Одан бөлек үшінші нәрсе еліктеу. Яғни фанаттық сезіммен кетіп қалу. Яғни бір ойды, немесе бір пікірді, бір мазхабты, бір нәрсені бір фанатқа кіріп кету. Иә, біз мазхабты ұстанамыз, біздің ханафи мазхабын ұстанамыз, матридия ақидасын ұстанамыз, ол дұрыс дейміз, біз мұсылманбыз. Оның үстіне руымыз бар, ұлтымыз бар, басқа бар. Иә, дұрыс, ұстаныңыз, ешқандай несі жоқ. Бірақ қай мақсатта? Бірігу мақсатында. Барлық адамды жүрегіңізге сыйғызу мақсатында. Сізді Алла тағала ерекше етіп жаратты, жұрттың үстінен қарау үшін емес. Жұртты танкі мініп алып басып кету үшін емес. Бәлки солармен араласу, соларменен сіз баю үшін. Яғни, сіз шынайы алтын болсаңыз, онда сіз тастардың арасында сізге орын жоқ. Бірақ өзге алтындардың арасында қосылсаңыз, сіз одан сайын жарқырайсыз. Оның мағынасы сол, яғни өзіңіздің қадіріңізді біліңіз. Бірақ қадіріңді біл деген сөз өзіңді аспанға шығарып, жұрттың бәрі менсінбей қарау емес. Бұл ой пікірде болсын, ұлтта болсын, сіздің ұстанымыңыз, өмірлік көзқарасыңызда болсын, бәрінде кең болыңыз. Және төртінші бір нүкте күнәлар. Алла тағаланы сізден, Алла тағаланы жауып қоятын перде сіздің
иманыңыздан, жүрегіңізден жауып қоятын перденің ең үлкен пердесі бұл күнәлар. Барлық күнә, үлкен кіші күнәлардың бәріменен күресу керек, соның барлығынан ажырай білу керек. Және адам баласы өмір бақи күнә жасайды. Күнәсіз адам болмайды. Пайғамбарымыз сол үшін айтып кетті. Барлық адам қате жасаушы, жазушы, күнәһар. Бірақ соның ішіндегі ең абзалы тәубеге келушісі. Өзінің күнәсін дұрыстаушы адам. Пайғамбарымыздың салып кеткен сара жолындағы бір дүние, сіз күнә жасасаңыз, міндетті түрде артынан жақсылық жасауыңыз керек. Соны әдеттендіңіз. Қандай күнә жасасаңыз, артынан жақсылық жасаңыз, ананы өшіру үшін. Және екіншіден, сол күнәні тәубе қылып мойындау керек. Және соны түзету керек. Ол күнә сізге ауырлық тигізіп, сонымен бірге ауырып жүре беру емес, бауырлар. Яғни, мысалы, кейбіреулерде түсінік бар. Күнә деген дұрыс, ол үлкен ауыр нәрсе, ол зіл қаратас, оны ұмытпаған жақсы болады. Бірақ ұмытпа күнәңді деген сөз бұл, яғни соныменен ауырып қал емес, депрессияға түсіп кетіп, жаңағыдай мен бейшарамын, топырақпын, анаумын деп өзіңді бір жеп қойып, жоқ олай емес. Бірақ керісінше, мен күнә деген сөз, күнәдан кешірім сұрап қалдым, болды енді кете берем деген жеңілдікте емес. Екеуінің ортасы, байсалдылық керек. Күнәдан сіз құтыламайсыз, сондықтан әрдайым күресе білу керек. Аузыңды ашып отырсаң күнәға құрисың. Сондықтан күнәға бардың ба дереу түзет, ісіңді істе. Және лажы барынша сол, яғни былай айтқанда, өзіңнің қате кемшілігіңмен күресе білу керек, өмір бақи. 4 ереже. Мал дүние, абырой мансап, еліктеу және күнәлар. Осы 4 нәрсе сізді Алладан жабады. Ол осы өткен сабағымыз еді. Бүгінгі бір нүкте, өзің және нәпсің. Осы тақырыпты қозғасам деймін. Мүмкін бір кездесу, мүмкін бірнеше кездесу болады. Бірінші кездесуіміз мүмкін ер азаматтарға арнасақ деймін. Ер азаматтарға. Ерлердің тәрбиесі туралы арнайы тақырыптар өтілер. Бірақ дегенмен, міндетті түрде ер азамат тыңдау керек болған бір кішкентай сабақ деп ойлаймын. Және ер азамат асырап отқан ұл қыз, асырап отқан әсіресе ұл бағып отқан әрбір ата-анаға керек болады деген ниетім. Өзің және нәпсің. Осы тақырып. Яғни өзің және өзге емес. Өзіңді, бірінші орында өзіңді қалай ұстау деген тақырып. Немесе, естеріңізде болса, мен бір рет бұны айтып та кеттім. Нағыз еркекпенен сәби баланың арасындағы айырмашылық. Бала, ол арманшыл болады. Аспанда ұшып жүреді. Ер азамат іскер адам болады. Ол іс-қимылдың адам, ол арман, ой, пікір былай аспанда ұшып жүрген, жерде аяғы тимейтін біреу емес, жоқ. Ер азамат деген сөз істің адамы. Алла тағала сізді ер қылып жаратты ма, ер бола біліңіз. Еркек деген кім деп сұрасаңыздар, мысалы, әйел кісіден сұрасаңыздар, енді көп деген сипаттар айтар, бірақ сол сұрақтарды зерттеу үшін әртүрлі жерлерден оқып ізденіп көрдім. Мысалы, негізгі ер азамат кім, немесе қандай ол ер азамат деген сипатқа көбінесе ол ер азамат үлкен. Әйел кісінің көзінде өйткені папасы сондай болып қалып кеткен ғой, әкесі сондай болып қалып кеткен, ол үлкен болу керек. Екіншіден, бұл сіздің денеңізді айтып жатқан жоқ негізі, бірақ үлкен болу керек. Екіншіден, күшті болу керек. Міндетті түрде ол сіз 200 килолық штанганы әшейін бір қолыңызда көтеру емес, бірақ. Үшіншіден, ақылды болу керек. Ақылды болу керек деген сөз енді бір көзіңізге ашки тағып алып, бір 4 университетті бітіріп тастау емес. Және орысша спокойный дейді ғой, байсалды. Бұл ер азаматтардың қазіргі көбінесе осы 4 қасиетті әйел кісілер айтады. Мысалы, өзіңізде қараңызшы, сіздің әкеңіз, енді әке деп атауға лайықты болған сипаттар қандай десеңіз де осы нәрсе шығады. Біріншіден үлкен болса, екіншіден бір күш қуатты болса, үшіншіден ақылды болса, төртіншіден байсалды болса дейді. Осы қасиет негізі жігіттер. Өзге жынысты дейміз бе, әйелді тартады. Негізі сіз ер азамат болам десеңіз, осы 4 қасиет сізден табылу керек. Және басқа қасиеттер, осы 4-еу сізден жарық көрініп тұру керек. Сіз үлкен болуыңыз керек. Үлкен дегенде
көрінетін. Мақтаншақ емес, ісімен көрінетін да. Екіншіден, күшті. Күшті деген сөз, мінезі күшті. Мықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзі бар ғой, кім шынымен күшті дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Сол кезде сұрау мүмкін, күші көп, бір адам 10 адамды жаңа күшпен жеңіп тастады, сол шығар. Біреу шықты, ол білімі бар күшті, жаңағыдай пәлен адамды тоқтатады, білімі өте. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, не дейді? Кім өз-өзін жеңе алады, сол күшті дейді. Бірінші күштілік өзін жеңуден басталады. Өзінің ой пікірін, жаман мінезін, жаман әдеттерін, жаман нәрселерін жеңу сол күштілік. А ол нәрсе сізден көрініп тұрады. Сізден білініп тұрады. Сіз өз-өзіңізбен күресіп жүргеніңіз, өз-өзіңізді тоқтата алатыныңызды. Қалағаныңызды сіз өз-өзіңізді істете алатыныңызды. Мысалы, бір күні келіп, тоқта, сен күніге таңертең тұрасың, жүгіресің, болды. Саған айтылды, соны істеуің керексің. Өйткені еркексің, істейсің. Міне күштілік осында басталады. Шешім қабылда, және соны орында. Көпте емес. Байсалдылық. Ер азаматқа шошаңдау жараспайды. Ол мінезде де, сөзде де, көріністе де. Осы бір қасиеттер, енді ерінің қасиеттері қандай деп сипаттап кетерміз. Бірақ мен айтып атқаным, құрметті бауырлар, жігіттер. Ер азамат осындай бір жағдайларменен болады. Мен бірнеше нәрсені жинап, мысал қылдым дейді. Біріншіден, құрметті бауырым, қарапайым бол, ұшпа. Ең бірінші кеңес. Қарапайым бол және ұшпа. Ер азаматсың. Қарапайым бол деген сөз, әрбір ісіңді істегенде байсалдылықпен істе. Ұшпа деген сөз, армандап, қуалап, бір ақылға сыймайтын нәрселерге кетпе. Бәр нәрсені есеп қыл. Ер азамат сезіммен істемейді. Түсінікті ғой? Ер азамат сезімге беріліп, сезімменен істемейді. Яғни бір нәрсені істеген кеп қалды, бар тартып кетті, сонымен кетіп қалдың, алып кетті емес. Бұл жақсы емес. Сізді, онда сіздің әлі көретініңіз алда екен, егер сезімге берілсеңіз. Барлық басыңызда әлі ұратын жер көп. Ақылмен істеңіз. Ақыл әрдайым суық. Бірақ ақылды жүрекке бағынышты ету керек. Абай атамыз айтпақшы. Ақылды жүрекке бағынышты ету керек. Екіншіден, дұрыс мақсат қой. Дұрыс мақсат қоюдың әдістері бар, иншалла оны өтеміз. Бірақ мен соның шекараларын айтайын. Дұрыс мақсат дегеніміз орындай алатын, өлшенетін, уақытқа, күш құдіретке, есепке, бәріне өлшенетін. Өлшену деген сөз түсінікті ғой, ұзындығы, ені, бәрі өлшенетін мақсат қою керек. Уақыты, бәрі. Мысалы, мен чемпион болам. Мақсат, дұрыс па? Уақыты. Қашан? Әйтеуір бір күні деп жасыңыз 90-ға жеткенде емес та, уақыт қойыңыз. Және соған әрекет жасаңыз. Әйтеуір бір күні емес. Мақсат ол мақсат емес, ол арман ол. Қашан мақсат болады? Ол белгіленсе, өлшенсе. Және ол мақсат болу үшін экологичны болу керек. Яғни өзіңе де, өзгеге де зиян болмау керек. Дұрыс мақсат қою дегені ақылға сыйымды, өлшеулі, өзгеге өзіңе зиянсыз мақсатты айтамыз. Қысқа мағынада. Дұрыс мақсат қойыңыз. Мысалы, мен Құран жаттаймын. Қари болам иншалла. Қашан? Уақыт қойыңыз. Әйтеуір бір күні қари болам иншалла деп медреседе жасың 90-ға жеткенге шейін оқып, рахаттанып, пәленше көке деп атауды алу емес. Уақыт қою керек. Уақыт қойдың ба? 3 жыл, 2 жыл. Үлкен мақсат ол. Екінші мақсатқа. 2 жылда қари болу үшін не керек? Мен күніге оқуым керек. Күнімді осымен өткізуім керек. Көз алдыңызға келтіріңіз. Соны армандаңыз, реттеңіз, істеңіз, ақылға салыңыз. Қайтсем оңай жаттаймын. Қайтсем реттеймін. Қайтсем мен уақытылы демаламын. Қайтсем мен күш жинаймын. Күшімді жоғалтып қойып, қайтсем мен не қылмаймын. Шайтанмен қалай күресем?
басқа әртүрлі сынақтардың алдында мен қалай болуым керек, осының бәрін ойлау керек. Міне дұрыс мақсат. Алда күтіп тұрған жамандықтарды да көз алдыңызға келтіріңіз, сол жамандықтарды қалай жеңемін мақсатыма жетуім үшін. Сол мақсат саған маңызды ма? Оның маңызды болса, соның артынан не аласың сен қари болғанда? Иншалла жәннатқа кірем. Иншалла ата-анама басына тәж кигіземін. Иншалла Құранмен амал қылып өтемін. Өткен пайғамбарымыз айтқан, сендердің іштерінде ең қайырлыларың Құранды үйренгенің және үйреткенің. Ең қайырлы адамның, пайғамбарымыз мақтаған адамдардың біреуі осы адам. Әлбетте пайғамбарымыз мақтаған хадистер көп. Ең қайырлыларыңыз әйелдеріңізге жақсыларыңыз, ең қайырлыларыңыз мінездеріңіз, көркемдеріңіз, ең қайырлыларыңыз әйелдеріңіздің көптері, ең қайырлыларыңыз осындай әлжуаз еместеріңіз, мінездеріңіздің мақтылықтары айта берген. Бірақ сол сөздердің төрелерінің бірі Құранды үйренгенің және үйреткенің. Ондай болса мен қайырлы пайғамбар мақтаған адам боламын. Сол атаққа жету үшін, сол нәрсеге жету үшін мен мінезімді, өзімді, жүзімді, тұрымды, жан-жақ қоршаған ортамды өзгертуім керек. Міне мақсат. Екінші бір дүние, ойды, арманды өзгерту керек. Сен не ойласаң, сен солсың. Біреу айтқан екен, жүрегіңнің қайда жүргенін білгің келе ма депті. Жүрегіңнің қайда жүргенін білгің келе ма? Иә десе, армандағанда жүрегің қайда, сен сояқтасың депті. Сондықтан жүрегің аспанда лағып жүрмесін, жинаңыз. Ойыңыз аспанда жүрмесін, жинаңыз. Рас, ойды тоқтата алмайсың. Ой жүйрік нәрсе, ол кете береді. Бірақ сіз қолыңыздан келетін ойды ойлай аласыз. Сіз қолыңыздан келетін арманды армандай аласыз. Ендеше мен қари болам, мен Құран жаттайын деген нәрсені сіз көп айтыңыз. Білесіз ба? Бір адам менен сұрады өткенде. Намазды оқып бастаған кезінде қатты қызығатын ем, соңғы кездері намаздың дәмін сезбей жатырмын. Қысылып жүрмін. Неден? Өзім зорлықпен оқып жүрмін намазды. Кейбір бауырым намазды тастап кетті деп сұрақ қойды. Расында да ойла, мен бұл сұрақ өте көп қойылады. Жауабы да әртүрлі шығар, бірақ сол жауаптың арасында керемет бір нәрсе ойыма сарт ете қалды. Ниет деген нәрсе. Ол психологияда қазіргі жұрттың зерттеп атқан дүниесі. Ниет. Білесіз ба? Намаздың ниеті ханафи мазхабы бойынша қалай айтылу керек? Тілмен айтылу керек. Әшейін іштен емес. Іштен айтылған ниет макрух болады. Келе сал, мысалы, Аллаху акбар, мен ниет қылдым, мысалы, бесін намазының 4 ракат сүннетін оқуға деген нәрсені сіз ішіңізден айтсаңыз макрух болады. Ниетті тілмен айту керек. Қалай айтасыз? Ең қарапайым, біріншіден ниет қарапайым болу керек, қысқа болу керек, нақты болу керек. Ниетті бүйтіп айтпайсыз ғой. Иншалла жәннатқа кірем, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жанында тұрамын. Осы бүгінгі число 1999 жылдың осынша үйтпейсіз қой ниетте. Бір жақтан түсіп келмейсіз. Жоқ. Ниет қылдым. Осындай намаздың, осынша ракағатын оқуға кім үшін? Алла үшін. Ықыласпенен. Көрдіңіз ба? Не оқитыныңды, кім үшін оқитыныңды, сен қандай халде оқитыныңды айтып қойдың. Оны бірақ көп адам тілмен айтады. Бірақ қазір психологияда айтты, сол ниетті құр әшейін тілмен айта берсең де ол жүрегіңе подсознание дейді ғой, түпкі сана дейді. Соған отырады дейді ғой. Түбі отырады екен да. Сол үшін ниетті ықыласпен айтсаң да, ықылассыз айтсаң да ол қабыл дейді. Ол әуелі бастан айтып кеткен да. Қазір психологтар оны былай зерттеп атса да айтылады. Ниетті тілмен айтсаң болды дейді. Иншалла ол қабыл, иншалла намазың қабыл дейді. Сен оны ықыласпен, ықылассыз, яғни автоматтық түрде оқып қойсаң да, ниетті айттың, оны иншалла қабыл дейді. Қараңызшы, мықтылығы. Бұл әуел баста айтылып кеткен дүние. Бұны қазіргі психологтар енді зерттеп атыр ғой, міне деп. Намазда ниетті дұрыс айта білген адам намазының дәмін сезеді. Дәл сол сияқты істе пайғамбарымыз айтқан жаддиду ниятакум. Өз ниеттеріңді жаңартыңдар. Әр ниетті жаңарту керек. Күніге таңертең тұрғанда ниет қылыңыз. Кешке жатарда ниет етіп жатыңыз. Әр істі бастарда ниет қылыңыз. Құран кітабыңыз ашып алыңыз да бисмиллахир-рахманир-рахим ниет қылдым. Не үшін?
Алланың ризалығы үшін ықыласпен осы Құранды жаттаймын. Және иншалла осы Аллахым өзіңнен сұрайтыным осы жаттаған Құранымды амалда қыл, ойыма оңай қыл, жаттауымды кең қыл, түсінікті қыл, тез жаттап алайын деп сұраңыз Құдайдан. Құранның алдында тұрсыз ғой, қабыл болады. Ниет. Сол үшін ойыңды жина, арманыңды жина. Сенің ойың қайда, сен сондасың. Сенің арманың қайда, сен сондасың. Сол үшін сенің ойың мен арманыңды мақсатың шешсін. Яғни, не нәрсені мақсат қылдың, сол нәрсені ойла, сол нәрсені арманда. Сонда ойыңда, мақсатында жинақы, арманыңда бүтін және өлшемді болады. Лағып аспанда жүрмейсіз, және бекер өміріңді зая қылмайсың. Пәлен жылыңды ұйықтап, одан қалғанын армандап, екі қолыңды мұрның шұқып жүрмейсің. Бәлки, керек Құдайдың бергенін дұрыс пайдалана аласың. Бірақ, әдет деген дүние бар. Білесіз ба? Сіз бір істі өзіңізге зорлықпен істете аласыз. Бірақ ол қашанғы болады? Ойлаңызшы, адамның күш жігері бастан аяқ тоқтамайтын күш жігерден тұру мүмкін емес. Күш жігер бір кезде келеді да, бір кезде түсіп қалады. Сол үшін егер сіз бір нәрсені сіз жігермен істесеңіз, күшпен істесеңіз, ол бір уақытта не қылады? Түсіп кетеді. Сол үшін сіз істей алмай қалатын уақыт болады. А ол нәрсені не нәрсеге айналдыру керек? Сіз оңай істеу үшін. Және істеп атқан кезде сіз соны іздеп, соны істемесен қиналып қалатындай дәрежеге апару үшін сен оны әдетке айналдыру керексің. Мысалы, сен күніге таңертең жүгіруді әдетке айналдыру үшін сен оны ішке кіргізіп жіберу керексің. Психология сөйтеді, подсознание дейді. Сен мысалы Құран оқуды сондай дәрежеде әдетке айналдыру керексің. Оқымасаң ауыратын адам болу керексің ғой. Кәдімгі наркоман адам сияқты. Құран оқымадыңға сен оны іздейсің. Мен оқымадым Құран. Бір нәрсем жетпей тұр. Мысалы, намазды алғашқы уақытында оқып қалу сондай бір дәрежеде. Сол істі істегеннен кейін оны іздеу үшін міндетті түрде, мысалы, Құран оқыдың ба, сабағыңды оқыдың ба, ұстазыңнан бағаңды алдың ба, сен келгеннен кейін секунд, көп емес, бір 10 секунд ше өзіңе уақыт берді, өзіңді мақта. Және ұстаздарға да айтатыным сол. Алла разы болсын, бүгінгі сабағың дұрыс болыпты. Осы еңбегіңнен қайтпа деп ұстаздарға да өтінішім, поддержка бер балаңа. Ол қуат, балаға күш қуат береді. Психологияда ол сол уақытын күш қуат береді да, сол кішкентай, ол алдау сөз емес. Сізге шынымен қуат береді. Келгеннен кейін сіз қайтадан Құранды іздейтін боласыз, сізді ауру болады ол. Келеді да, сіз Құран оқисыз, оқымаған күнің сен іздейсің. Ал істеп болғаннан кейін өзіңе айт, альхамдулилля, енді кім болдың? Енді бір қадам болса да арманыңа жақындадың. Бүгін бір бет тапсырдың, альхамдулилля, ертең тағы бір бет, тағы бір бет, тағы бір бет, осылай кете берем. Күніге жақындап жатырмын мен. Бұның өзі үлкен қуат. Бітірдіңіз ба сабағыңызды? Альхамдулилля, мен арманыма жақындадым. Белгілеп қойыңыз өзіңізге. Үлкен нәрсе бұл. Сізге бір қуат береді, ертең сіз осыны іздейсіз қайтадан. Мен Құран оқысам екен, мен намаз оқысам екен, мен сауап амал қылсам. Бұл барлық істе, мен Құран мысалында келтіріп тұрмын. Бұл барлық істе осылай жасау керек. Сонда сіз әдет, дұрыс әдет айналдырасыз. Жаман әдеттен міндетті түрде арылу керек, бауырлар. Жаман әдеттер жалқаулық, жаман әдеттер енжарлық, жаман әдеттер қырсықтық, жаман әдеттер өте көп. Сізді не нәрсе ұнамайды, ол достарыңнан сұра. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мектебін көрген сахабаларда сөз бар екен. Кім мені сынайды, мен соны жақсы көрем дейді екен. Біз керісіншеміз қазір, кім сенің жамандығыңды айтады, сен оны жек көресің. Сен оны жақсы көр. Не үшін? Ол сені алға қарай жылжытып жатыр. Сені алға қарай жылжытып, сен содан сабақ ал да арға қарай жылжы. Қимылда, әрекет қыл. Сенің жамандығыңды айтты, альхамдулилля, Құдайға шүкір. Енді содан арыл. Сол нәрсені қимылда. Менің қандай тағы да кемшіліктерім бар деп сұрап ал қайта сол адамнан. Айта бер, 10 кемшілігім, альхамдулилля, айт. 100 кемшілігім бар, охо, альхамдулилля, 100-ақ екен ғой, жұрттікі саналмайды. Сенікі 100-ақ екен. Сондықтан кемшілік естің ба, соны түзет. Бірақ қалдырма оны. Сенің кемшілігіңді айтқан адамды жақсы көру міндетің. Соған шүкір айт. Сол үшін Құран оқып атқанда ұстаз сіздің қатеңізді айтты ма? Сол қатеңді түзет. Ол жек көріп, одан қорықпа, қате қылып қоям екен, жоқ.
қатесіз адам жоқ. Сенің ұстазың да кезінде талай таяқ жеген, талай қателескен. Ол сол жерге қалай жетті? Еңбекпен жетті. Сен де иншалла қателесіп алсын, әлхамдулилля, Құдайға шүкір. Бірақ сол қатені келесіде тағы да алып келу емес. Сол қатені түзету керек. Сонымен жұмыс жаса. Бұл сені қуаттандырады, сенің адам екеніңді білдіреді. Сен қателестің ба, сен адамсың, сен тірісің. Сен алға қарай жүруге саған мақсат табылды. Сол қатеңді түзетіп алға қарай жүруің керексің. Қатеңнен қорықпа. Мен қатем көп екен деп ойла. Сенен басқа адамдар қатесіз күшті қылып атқан сияқты көрінеді, ол өтірік. Оның қатесін айтпай атқаны, онда оның қатесін айтатын адам табылмаған, ол наоборот бақытсыз, керісінше. Ол керісінше бақытсыз адам. Оның қатесін айтпады. Сенің қатеңді айтатын адам бар, сен бақыттысың. Сондықтан Құран оқуға ұстаз керек, міндетті түрде сіздің қатеңізді айтатын. Дұрыс әдет. Біріншісі қарапайым болу, екіншісі дұрыс мақсат қою, үшіншісі ой менен арманды жинау, төртіншісі дұрыс әдет. Жақсы әдетті алу, жаман әдетті тастау. Бұл сіздің қолыңыздан келеді. Ең оңай рецепт әдетті реттеудің. Бір істі қайталасаң, әдет болады. Әдетті қайталасаң не болады? Мінез болады. Мінезді қайталасаң тағдыр болады дейді. Сенің өмірің болады. Сол үшін Құранды оқуды көп қайталасаңыз сенің әдетің. Әдетіңді көп қайталай берсең, ол сенің мінезің болады. Сенің мінезің Құран деген кім ол? Кімді айтқан? Пайғамбарды айтқан. Айша анамыздан сұрайды, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мінезі кім еді, қандай еді десе, мінезі Құран еді дейді. Міне, Құран орталығындағы құрметті бауырлар, сіз пайғамбардың жолынан ұстауға бір қадам жақын адамсыз басқалардан. Басқалар сіздің орныңызда болуды аңсайтын шығар. Сіздің орныңызда мен болайыншы деген 1000 адам бар шығар, одан көп болмаса. Ендеше сіз Құран оқып жүрсіз ба? Онда сіз пайғамбардың мінезін алуға өте жақын тұрсыз. Егер сіз соны алмай қалсаңыз, сізден банкрот адам жоқ. Сізден бейшара адам болмайды. Тағы бір нүкте, дұрыс демал. Демала білу керек. Адамның миы шаршаса, одан сайын миын шаршатып демалу емес ол. Мысалы, сенің миың шаршады ма, сотқы шұқы. Демалып жатырмын, өтірік ол. Солай көрінеді ол, мысалы. Яғни бір әзіл көру, бір ойын ойнау, ол миыңды одан сайын жұмыс істетіп жатыр. Сенің басың шаршап жатыр. Басың шаршады ма, басыңның шаршағанын күш қол аяғыңнан шығар. Спортпен айналыс. Қол аяғыңды шаршат. Сонда дұрыс демаласың. Активный демалу керек. Бір жерге біздің Қазекең демалысты білмейді. Бір жерге барып курортқа барса, бір жерге барып тауға тасқа демалса барып ұйықтайды. Немесе сотқы шұқиды, видео көреді, бір жерде отырады. Жоқ, активный демалу керек. Тауға шық, өзенге түс, көр, балық аула, жүгір, секір, шарша. Сонда жақсы демаласың. Нағыз демалыс деген осылай болады. Және дұрыс демалыстың біреуі, демалып отырған орныңды, өзіңді де таза ұста. Біздің Қазекең бір жерге демалып кеткен екен, оның орнына екінші бір адам барып демала алмайды ғой, мусор қылып кетеді. Қоқыс қылып, анау жерді адам көрмейтін қылып кетеді. Олай емес. Отырған орныңызды, өзіңізді таза ұстаған сайын миың кең болады. Дұрыс демалу деген жаман ойды құрт. Сені мазалайтын нәрседен құтыл. Және уақытыңды, бос уақытыңды пайдалан. Осы жерде бір нүкте айтып кетейінші. Бұл өмірде сіз кейде жеңілетін кездер келеді. Сіз кейде армандаған ойларыңыз орындалмайтын кездер келеді. Ол дұрыс, нормальный деп қабылдаңыз. Еш қашан ешбір адам әрбір ісін 10 балға орындаған емес. Ол адам болмай қалады ол кезде. Жеңілуді де дұрыс білу керек. Одан сабақ алу керек. Дұрыс демалу керек. Кейде сондай болады да, маған бір кісі айтқандай. Кейде сенен жүйріксің, бірақ тасбақаны да оздырып тұрсай дейді. Сен қоянсың, қатты жүгіресің. Тасбақа кейде сенімен жарысса, кейде содыдан оздыратын кез болады дейді. Сен соны оздыр дейді. Оның мақсаты бұл әдейі біреуде емес, жоқ.
Кейде сондай уақыт болады, еш нәрсе істемеу керек кез болады. Кейде сондай бір кез болады, сен жеңілуің керек болады, сен жеңіл. Оның артында жеңіс тұрады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның заманында пайғамбарымыз түс көреді. Түсінде умра қылады. Пайғамбар түсінде не көрді, сол орындалу керек. Жұрттың бәрі умра қылуға барады. Умра қылуға Меккеге кірейін деп бір жерге тоқтап, Худайбия деген жерге тоқтап кірейін деп тұрса, меккеліктер кіргізбейді. Мушриктер, сендер кірмеңдер, келесі жылы келіңдер. Сендер үйтіңдер, бүйтіңдер, шарт қойып тастайды. Ол әшейін шарт емес, алғы пәлен жылға шейін шарт. Бізден кәпір адам сендерге қашып баратын болса, сендер оны тимеңдер, біз алып кетеміз. Егер мұсылман адам бізден сендерге қашып барса, оны да алып кетеміз дейді. Соған бәріне пайғамбарымыз қол қояды. Былай қарағанда жеңіліс сияқты болып көрінеді. Былай қарағанда біреуді оздырып жіберу, біреуді жеңілу, бір уақытша тоқтау сияқты болып көрінеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: бүгін осы жолы, биылғы жылы біз умра қыла алмаймыз, малдарыңды сойып, шаштарыңды алыңдар, елге қайтамыз десе, бір адам орындамайды ғой. Айтса, бәрі үндемей тұр, өйткені шок болып тұр ғой. Пайғамбарымыз көтеріп қойған бәрінің жүрегін, біз умра қыламыз деп, енді умра қылмаймыз деп тұр да. Ойлаңызшы. Соны орындай алмай тұр. Неге деп сұрайын десе, пайғамбар қарсы шығайын десе, арқаға қайтайын десе, арманы биік болып, орындайым деп өз-өзін алдап қойған, үндемей тұрғанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелі Умму Салама айтады: я Расулалла, сен айтпай енді бұдай. Пайғамбарымыз ренжіп кіреді. Сөйтеді, айтады: мыналар пайғамбардың айтқанын істемей жатыр, Құдайдың бәлесі жауама деп қорқып жатырмын деген кезде айтады: я Расулалла дейді, сен енді бұларға айтпа дейді, сен өзің істе дейді. Сонда пайғамбарымыз үндемей шығады да, шығып малын сойып, шашын алдырады. Қайтуға қамданып атқанын көріп, жұрттың бәрі үндемей ереді. Байқадыңыз ба? Кейде тоқтау керек болады, кейде жеңілу керек болады, кейде арқаға бір шаг жасау керек. Неге? Жүгіріп орға шығу үшін, биікке шығу үшін. Жүгіріп қырға шығу үшін, жүгіріп ордан секіру үшін кейде арқаға шаг жасайсыз. Дұрыс па? Сіз жолда келе жатсыз, алдыңыздан үлкен ор шықты. Сол жүріспенен сіз секіретін болсаңыз, күшіңіз жоқ, секіре алмайсыз. Не істейсіз? Күш алу үшін бір-екі қадам арқаға жүресіз да, не істеу керек? Күшпенен жүгіру үшін. Дәл сол сияқты кейде Құран тапсыра алмай қаласыз. Кейде жаттай алмай қаласыз. Нормально. Арқаға бір-екі қадам қайталаңыз Құраныңызды, қайтарыңыз. Неге? Келесі жолы алға қарай жүгіріп кету үшін, өйткені сіз адамсыз. Бұның мақсаты сіз жалқау болу емес, жоқ. Сіз вынуждены дейді ғой, яғни бір мәжбүри тоқтауға әрекет жасадыңыз. Ол тоқтауды да дұрыс пайдаланыңыз, яғни сабағыңызды қайталаңыз, өткен кеткен кемшіліктеріңізді түзетіңіз да, алға қарай қарқынмен жүру үшін. Дұрыс демалу деген тақырыпты дұрыс түсініңіз. Тағы екі маңызды үлкен нүкте бар. Біріншісі, қоршаған ортаңызды таңдай біліңіз. Сіздің досыңыз кім, сенің кім екенін айтайын ба, сен досыңның кім екенін айт деген сөз бар, дұрыс па? Сен кіммен араласасың, сен сондайсың. Біреулер айтады: мен намазымды тастап кеттім, ұстай алмай жүрмін дейді. Ондай болса, сенің қоршаған ортаң жақсы емес. Сол себептердің біреуі да, дәл ондай болмауы мүмкін, бірақ мүмкін. Одан бөлек, мен алға қойған мақсатыма жете алмай жатырмын деді ма, ондай болса, сенің қоршаған ортаң дұрыс емес. Білді ма? Мен Құранды жаттай алмай жатырмын деді ма, онда сен достарыңды ізде. Егер сенің достарың жалқау болса, егер сенің достарың бекер уақытын өткізетін адам болса, сен де соларға қосыласың да Құран жаттай алмайсың. Сен де уақытыңды далаға кетіресің. Кім болу керек десе, Құранда айтып қойған: «Васбир нафсака ма'алладина», не дейді? «Яд'уна раббахум билгадати вал ашия», таңда кешке Алланы зікір етуші адамдарменен бірге болуды өзіңнің нәпсіңді сабыр қылдыр дейді. Яғни жақсы адамдардың жанында отыруға сабырлы қыл, өзіңді отырғыз деген сөз. Түсінікті ма? Сен оны жақтырмауың мүмкін, бірақ ол жақсы адам. Көп оқиды, көп намаз оқиды, садақа қылады, жақсы, жүрісі, тұрысы бәрі жақсы. Бірақ сенің анау шошақайлығың, ішіңдегі шайтаның отырғыздырғысы келмейді сонымен. Сен қуғың келеді, далада.
сен сол жақсы адамдардың жанына өзіңді зорлықпен алып барып отырғыз. Солардың жақсылығын тыңда. Сол үшін құрметті балдарым, бәрі менің балдарымсыңдар. Оқушылар және тыңдармандар, айтатыным, әрдайым жақсының жанында жүр. Шарапаты тиеді. Әрдайым. Соның жанында жүрсең, бір көлеңкесі жұғады. Жаманның жанынан қаш. Күйесі жұғады. Пайғамбарымыз айтады. Жақсы жолдас әтіршіге ұқсайды дейді. Саған әтір бермесе де жанына барсаң, жақсы иіскеп қайтасың дейді. Жаман жолдас теміршіге ұқсайды дейді. Темірші бар ғой, темірдің ұстасы. Соның жанына барсаң, саған киімге шоғы тиіп сені күйдіреді, тым болмаса сасық көмірдің иісін иіскеп қайтасың дейді. Сондықтан жақсы жолдас іздеңіз, жаман жолдастан қашыңыз. Өзіңізге керек ортаны жаратсаңыз, сіз мақсатқа жетесіз. Жинап айтқанда, егер сіз миллионер болғың келе ме, баймен дос бол. Білімді болғың келе ме, білімділермен дос бол. Жомарт болғың келе ме, жомарт адаммен дос бол. Сол сияқты сен қоршаған ортаңды өзгерткен сайын сен сондай боласың. Тағы да бір нәрсе. Ең соңғы нүкте, бұл қорытынды нүкте, қайда болса да, қай салада болса да өзіңді бос қалдырма. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы бар. Я Аллахым, мені өз-өзіме қойып қойма деген дұғасы бар. Ла татрукни алайя турфата айнин. Мені көз жұматын, көзді бір ашып жұматындай мезетке де өз-өзіме қойма дейді. Қарасаңшы, мен өзімнің нәпсіме қалдырма дейді. Бұл не деген сөз? Яғни, тағы да бір сөз бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кімде кімнің екі күні тең болса, ол ұтылады дейді. Манистауа яумаху фахуа мағбун. Яғни, сенің кешегі күнің менен бүгінгі күнің тең болса, яғни кешегі жасаған амалыңды бүгін тағы қайталай салдың ба, сен банкротсың. Сен кешегі күніңнен бүгін абзал жасауың керексің. Сен бүгін асып түсуің керексің. Бұл деген сөз менің бүгінгі айтпақшы болған ең маңызды нүктем, өз-өзіңді барлық салада дамыт. Бір орында тұрма. Тұрған су сасиды. Рухани, біліммен, мінез құлықпен, дос жараммен, барлық жағынан сенің өміріңдегі маңызды нүктелер қайсы? Сенің Алламен өзіңнің байланысың, сенің тақуалығың, сенің білімің, сенің мінезің, барлық нәрсені дамыт. Барлық нәрседе алға қарай күніге бір қадам, жарты қадам алға жұмсақ жасау керек. Өз-өзіңізді дамыту керексіз. Тұрған су сасиды. Құрметті бауырлар, жинап айтамын. Қарапайым бол. Дұрыс мақсат қой. Ой арманыңызды жина. Әдеттеріңе көңіл бөл. Дұрыс демала біл. Қоршаған ортаңды ретте. Және өзіңді дамыт. Бұл әрбір ер азаматтың өзімен нәпсінің арасындағы міндеттер, кеңестер. Осы кеңестерді ұстану сіз нәпсіңізге деген егелік қылуға себеп болатын нәрселер. Әлі де сіз және нәпсіңіздің тәрбиесі жөнінде сабақтар өтеді. Бірақ мен сол сабақтарға, жалпы сабақтарға дейін әрбір ер азаматқа керек болған нүктелерді айттым. Және әрбір ер азаматқа керек болған мінез төртеу. Үлкен болу, күш-қуатты болу, ақылды болу, және қандай болу? Байсалды болу. Осы төрт мінез ер азаматта табылу керек. Осындай нәрсені ұстану сізді өзіңізбен өзіңізге күресудегі сіздің қалқаныңыз, сіздің саяңыз, сіздің жеңіске деген жәрдемшіңіз болады екен. Сонымен Алланың алдындағы пердеден аулақ болыңыз. Өзіңізбен өзіңіздің нәпсіңізді жауып қоятын перделерден аулақ болғыңыз келin. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк. Аллахым екінен бақытын, бірлігін, тыныштығын, амандығын берсін.